Распаковка жасаймыз. Вау! Что за запах? Бәріне сәлем достар. Бұндай влог түсірмегелі. Влог емес, просто видео түсірмегелі өте көп уақыт болды. Мен шынымды айтсам соңғы рет қашан түсіргенім есімде де жоқ. Бүгін заты яблокаға распаковка жасаймыз. Мен осыны күттім. Хрупкая дейді. Хрупкий зат бар ма ненің ішінде? Ладно, давайте бірге ашып көрейік. Хорошо, что мен кеше түнде заказ бердім да, почти 12-ге жақын. И прикиньте, 11-ге үлгердім. Вау! Это что? Это кисть для бровей. Кисть для бровей с мындай несі бар, тарағы бар. Мен бұны вообще-то андай неге алғам. Қас боямаймын, конечно. Жоқ, қасымды мен тарақпен, карандашпен боямын. Бірақ та андай подводка деген сияқты заттармен боямын да. Мен бұны көзге стрелка сызуға алған болатынмын. Прям твердый. Какой ужас. Короче, твердый. Вот так. Так, мен ресницаны да мынандай таруға болады. Еще мынамен былай бояп, сосын жерге стрелка сызуға болады. Тема. Штука, конечно, очень полезная. Это Nivea-дан бізге бальзам для губ. Бальзам для губ мен негізі біраздан бері іздеп жүргенмін. Что за запах этот? Не шығып тұр. Алоэ не шығып. Ну ладно, нормально. Масло есть масло. Да, не только алоэ, біраз масло бар. Масло дерева ши, витамина С и Е дейді. Окей. Thank you. Next. Увлажнение. Увлажнение. Потом бізде мынандай кутикуланы тездетіп, ақпарат арнауы достар. Тездетіп алып тастауға арналған сондай ремувер. 30 секунд ұстайсың, потом кутикуланы алып тастайсың. Енді это для удаления кутикул в домашних условиях. Ешқандай майкке бармай-ақ, өзің қолдан осылай тырнағыңды әп-әдемі қылып жасап жүрсем болады. Потом шампунь тазалап жатыр, менде шампунь алдым. О, какой у них запах такой приятный. Дальше. Щетка. Рокстанный щетка алдым тағы да. Мен осы қазір ұстап жүрген щеткамды шай бұрын алыппын. Қараңдар, қандай әдемі, маған қатты ұнап тұр, көк түсті қатты жақсы көремін. Дальше, Мистейстан мен осындай карандаш для губ алдым. Конечно, вау, какой красивый. Ұзын еще, мен бұрындағы алған осындай ұзын болды ма? Мынау бізде какой оттенок? 780. Мына кутикуланы мындай таяқшамен алып тастайсың деп айтты. Смотрите, достар. 771 оттенокта вот это. Ал мына более светлый и думаю, прям күшті, ерінің цветіне әдем келеді деп ойлаймын. 780. Мәссаған, мен осындай қолдан тастағаным ба. Хотя бұны алғаннан скоро енді бір жыл болады. Мен бұны июльде алдым. Июльде Қызылордада жүргенде алғанмын. Вот, 10 ай болды. Прикиньте, надо примерно келесі жылы таусылайын деп тұр ғой. Менде ең көп косметиканың түрі ерінге арналған. Карандаш, тинт, помада, блеск, бәрі бар менде. Какой красивый. Ұнап тұр маған. Класс. Цвет такой приятный. Вау. Что за красота. Вот. Әдемі, да? Я очень рада, что зубная паста негізінде нет в наличии деп таусылып қалып деп шығарып тұрды. Но маған бұйырды. Президент. Өте күшті бренд. Стоматологтардың өзі одобрить еткен. Қазір көреміз. Иісі, конечно, очень мятный, освежающий. Ішін қараңыздар. Мен бұрында
Паста жеткен. Вот так. Это у нас зубная паста от Президент. Еще Rox деген бренд тоже жақсы. Rox'тан мен щеткасын алдым. И мен сіздерге бір совет айтайын. Щетка алған кезде оның көлемі үлкен болмау керек. Андай ұзын, щетинасы ондай болмау керек. Ну, как бы, нам пішіні кіттай болу керек та, чтобы әрбір тіске ол жақсылап барып тазая алатындай. Ата ана үлкен болатын болса, ол в целом бүйтіп жалпылама тазалайды ғой, но түбіне дейін ана кейбір қуыстарына дейін жете алмай қалады. Сондықтан да осындай басы мыттая щетка алыңыздар деп кеңес беремін. Потом это Каял от Essence. Белый цветін алдым. И смотрите, бірінші рет менде мынандай Каял бар. Вау, кайф. Мына мен күшті мейк жасауға болады, прям темский етеді. Вау, я очень рада. Вау, прям андай, прям тема күшті. Еще бұл қанша тұратынын білесіңдер ма? 540 теңге. Прикиньте. Это у нас влажные салфетки, ішінде 10 штук бар. От For Me. Это бренд самого золотого яблока. Запах, конечно, очень приятный. Еще она малюсенький, но прям менің сумкама күшті свет. Дальше у нас консилер от Lumene в оттенке Light. Это самый-самый лайтовый. Смотрите, какой чистый. Кайф. Аппликатор өте әдемі екен. Более скошенный келген. Думаю, будет намного удобно наносить с таким аппликатором. Люминенің в целом осындай тондары өте жақсы. Сондықтан да мен соған сүйене отырып, бұның консилерін неге алып көрмеске дедім да алдым. Вот. Все, на этом все. Көргендеріңізге рахмет. Көрмесеңіздер де ризамын негізінде. Білмеймін, бұны мен скорее всего андай полностью бүткіл желіге шығармаймын. Бұл скорее всего тек ссылкамен көрінетін болып тұрады. Кімде ссылка бар, сол көреді. Сондықтан да егер де сізде бұл ссылка болатын болса, егер де сіз бұны көрсеңіз, толық соңына дейін осы сөзді естісеңіз, онда сіз есептей беріңіз, өте счастливчик адамсыз деп. Неге? Себебі менің бұндай видеоларымды екінің бірі көре бермейді. Так что всем пока!